Сәлем достар, бүгін біз шоколадный пирогымызды әзірлейміз. Өте жұмсақ, ауызда ерейді десем де болады. Ыдысымызға жұмыртқамызды қосып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Миксерме араластырсаңыздар да болады. Жақсылап көпірген қоспамызға алдын ала ерітілген сары майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Осы қоспамызға айранымызды қосамыз, оның температурасы маңызды емес. Қоспамызды араластырып, соды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымыз бен какаомызды електен жақсылап өткізіп аламыз. 3 бөлікке немесе 2 бөлікке бөліп араластырамыз. Ол пирогымыздың көтеруіне себеп болады. Сосын осы қоспамыздың үстіне мани крупамызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Міне, осындай қоспа болып шығуы керек. Ендігі кезекте біз табамызға пергамент қағазын немесе фольга төсейміз. Оның үстіне қоспамызды саламыз. градуста қызып тұрған пешімізге қоспамызды саламыз. Піскен-піспегендігін таяқша арқылы тексеріп алыңыздар. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Видеоңызды тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.